Армысыздар, күшті арнамыздың күшті көрермендері. Бұл әдеттегідей кітапхан бағдарламасы. Бүгінгі құрам: Нұржан Арман, Шалқыбек Мейрамхан, Бердалы Еркебұлан және кітапхан Хамит Ердехан. Ұйқаспен ұрдым ғой, байқадыңыз ба? Зор кетті. Ан деп соңында. Хан. Иә, хан. Қымбат көрермен, өздеріңіз байқап отқандай, бүгін арамызда жұлдызды қонақ, актер. Өткенде қандай еді анау актермін дей көрме. Актерлық шеберлік десе. Өзі. Жоқ. Болмаса шебер актер. Өткенде қандай еді анау ақын деген. Ақын болу. Айттыңыз ғой өткенде. Бір ғана тармағы ме? Ақын болу, ақындықтың көп қырының бір қыры. Бір қыры. Өлең жазу, ақындықтың көп қырының бір қыры. Кейін мойындап кеттім ғой. Иә, бірақ. Актер емеспін деп. Бір қырлы актер. Дұрыс па? Ол бір қырлы болып тұр ғой, иә? Иә, әзірше. Иә, бір қырлы ғой, енді ана комедияда ойнағаннан кейін бір қырлы ғой. Бір қырлы актер. Иә, 3-4 қыры бар актерлар, драма. Дұрыс айтасың. Боевик деген ана жаңа өзі түгілі жүру беретін ше. Иә. Каскадерлығын өзі қойып, онда ол Джеки Чан ғой? 8 қырлы актер. 4 қырлы. Джеки Чан, мысалы. Иә. Том Круз. Бір қырлы Мейрамхан. Шалқыбек бүгін қонақта. Хамеке. Мен. Онда бетеміз ғой, актер болу демейміз. Актерлығы бір басқа. Актерлығы бір басқа. Актерлығы бір қырының сол қыры. Актерлығы бір қырының бір қыры. Актерлықтың бір қырының сол қыры. Басқа қыр жоқ қой. Бір-ақ қыры да. Именно сол қыр. Қымбатты біздің тұрақты көрермен, біздің тұрақты демеушіміз бар, Хамеке. Ол Қасым кітап баспасы. Міне. Ішіп аласың ба? Ұмытып кеттім ше. Үй тапсырмасы болды. Дайындалмай. Иә, өткенде кішкене ойланып келген ғой, осындай бар еді ғой деп. Бұл жолы вообще мән бермеймін. Бүгін қызық болайын деп тұр. Қызық болады ғой қазір. Жоқ, жаңағы бір қырын талқылайық енді. Актерлік қыршы. Ол қыр әзіл оспақ. Әзіл оспақ жанрындағы қыр ол. Мен білсем. Мен білсем бұл Михонды, біреу білсем мен білем. Сіз білесіз. Михонды біреу білет десе ол мен. Ол әзіл оспақтық. Сол әзіл оспақтық қырына сүйене салсақ, неге қазір тағы біреуін шығара салмасқа? Оған дайындалып келетін түк те емес. Әзіл. Мейрамханға. Көп қыр болса, басқа қырлармен ми ашыпты ғой, қош. Өзіміз айта салайық дейсің. Бары осы бір қыр. Еще сол мамандық бойынша сол қыр. Бірақ қыр. Ола көрейік. Қазір ол қырында тастаймыз да, әшейін домалақ. Қырсыз кетесің. Жылтыр болып шығады. Домалақ кете ма? Ұштап жібереміз. Әзіл, оспақ. Қасым кітап баспасы. Шайыңызды тасташыға келеді екен. Қасым кітап баспасы. Жаңағы бір қыртта алып тасташы. Қасым кітап баспасына ерекше алғысымызды білдіреміз. Кітапхан бағдарламасы бастау алғаннан бері қасымызда, жанымызда демеушілік көрсетіп келе жатыр. Және де қымбатты көрермен, біздің барлық шығарылымдардың астында Қасым кітап баспасына сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы өтіп, өздеріңізге ұнаған кітаптарыңызды таңдап алсаңыздар болады. Солай ма, Хамеке? Бүгін қандай кітап алып келдіңіз, Хамеке? Бұл енді әдейі істеп отырсыз ба, әлде не ма? Оқып отырсыз ба кітаптың атын? Білмейсіз ба не? Мен айта салайын да? Мұхтар Мағауиннің «Қара қыз» деген повест, хикаят екен. Қара қыз. Бұл енді
бізге де маған қатты ұнады өзіме. қараңыз. бізге де бір еркелетушім қара қызым деп қара қызым деп жетісайдың әнін іздеп оттыңыз ба сонда? жоқ, мен іздеп отқан жоқпын. қазір мен басқа нәрсе ойлап отырмын. Бұл классикалық Жанрда. туынды екен. Маған ұнады. Маған өзі осындай нелер Жалпы ұнайды. Мұхтар Мағауин классик қой өзі. Кім Мұхтар Мағауин? Енді ол Мұхтар Мағауиннің тарихи да нелері бар ғой. Бірақ мына жерде мысалы Шыңғыс Айтматовтың Қызыл алма деген әңгімесі бар. Өте бір әдемі. Бір оқып шығасың, бір сарынды бір оқып шығасың. Бүйтіп өз ойыңда қалып қоясың, былай ойланып бір. Жақсы, маған сондай ұнайды. Кітапты оқып шыққан кезде сол кітаппен өзім қалып қоям бүйтіп біраз уақыт. Деші? Жүрем, сөйлемей, кәдімгі сол кітаппен жүріп. Шығамай жүресіз та, иә? Сол жерден анау Сол Хамеке сіздің өміріңізге зиян тимей ма? жоқ. Қарапайым. Мен Балаларды садикке апарып тастау деген жоқ, ол ондай көп оқығаннан Кітаптың мияш ішінде кетіп қалмайсың. кетті дегендердің бәрі өтірік аудақ қалдым. Сон Да? өздерінің әлсіздігі ғой, шыны керек. Ол білесің, Жоқ, ең басты ақиқатты білесің. Бұл кітаптар саған Хамекең қаншалықты мықты ықпал етеді. Жоқ, көп оқығаннан ми ашмайды ғой адам. Сөйтіп сондай бір стереотип бар ғой, бір көп оқып кеткен, ми ашып кеткен, шаш ағарып кеткен, бір әшке тағып алған, сондай біреулерді елестете береді ғой, білмеймін ше. Наоборот, мен ойлаймын, көп оқыған адам ол ең грамотный адам. Иә да. Ол қалай киінуді біледі, ол қалай сөйлеуді біледі, қалай жүруді біледі. Мен сондай мен Сондайсыз сіз. Ол мен Сіз жаңағы сондайсыз. мен сондай деп танимын, білмеймін. жаңағы Ол ми ашып емеспін бе? кетті деп айтатын нәрсе. Енді ми ашып кетпеген, просто ана біздің көзімізге анандай енді. Шашы түскен, ана бүйтіп не ғана Очкимен ше иә, дейді сөйтіп андай. қалыптасып кеткен Бұл ба, ана бәле ғой? киноның беріп тастаған киноның емес. Көбінесе Стереотип, жаңағы иә. кино, комедия, сатираларда сол именно Барымыз, оқымысты иә. солай көрсетеді болды. Ботаник дейді да, бір сорлы біреу қояды дейді. Шурик. Ол ботаник емес, ана тұрған адам, ол сорлы біреу ол. Оқыған адам ондай болмайды. Жыным келеді мен сондай нәрсе. Ол андай шығар, бірдеңені бүйтіп зерттеп кетіп шығар, шашып қалатын адам. Ғалым болса, ма бір археолог болса. Бірдеңені анықтай алмай кетіп ше, жеткісі келіп. Бір жерде түбіне жете алмай кетіп. адамның ол бәрі оны емес, тікелей бір ғана адамға ғана байланысты нәрсе деп ойлаймын. Егер де ол адамның ар жағында одан да үлкен биіктіктер, шегі жоқ кеңістіктер тұратын болса, ол жеңіл желпі сол бір өзінің деңгейінде оқыған кітаптардың, оның бір өмірінің негізгі фундаментін өзгертуіне ешқандай да ықпал жасай алмайтындығына мен кәміл сенімдімін. Егер де оның негізгі таныған нәрсесінің шегі биік болса. Ал жаңағыдай тек қана сіз айтқан сияқты бір ғылыми, сол ғылыммен ғана шектеліп, соны ғана қазбалап кетсем, мүмкін ми ашып кететін шығар. Ол андай ғой, қатты жақсы көреді да ана өзінің саласын ше. Зерттеп, ананың қызығына бірдеңені түбіне жете алмай кетеді, анықтай алмай. Сол кезде өз-өзіне қарамау мүмкін. Тастап жібере ма? Анандай ғой. Мидың бәрі анақта болады. Ананы жақсы көрген соншалық құдайсыздыққа дейін кетіп қалатындар бар да. Жаңағыдай бір. Қарап тұрсаң, көп сондай сенбейтіндердің бәрі көбісі сол профессор, ғалымдардан шығып жатады. Не жақтардан көрсеңші. Дамыған бір елдердің ішінде өз бірдеңені ашқан ғалымдар болсын, қуып кеткендерін көрсе, көбісі атеист, ештеңеге сенбейді. Ол ана жете алмай қалғандары шығар. Бірақ шынымен қатты зерттеп кететіндер қайта біліп жатыр. Жоқ, ол жаңағыдай адамдар, ар жағында бірдеңесі бар адамдар. Шынымен ақ. Келісіп алыңыздар, шекеңіз миым ашып кетті ме? Кімдікі дұрыс? Сіздікі дұрыс емес пе? Адамның ары қарай санасын ашатын Алла ғой. Қарағыз. Мен алдында сіздерге айттым ғой, адамның көруі 3 жағдайда жүреді. Көзбен көру, одан кейін мимен көру. Мысал үшін, мына ненің дуалдың ар жағында Айдос отыр дегенде біз мимен көреміз, ол отыр. Отқан жоқ? Мейлі. Отқан жоқ болса, демек Айдос отқан жоқ. Отқан жоқ болды, сендік, мимен сендік. Мимен сенесің? Мимен сендік. Отырса ше? Үшінші көру не? Біріншісі көзбен көру, екіншісі мимен көру. Жүрек. Практика. Жүрекпен көру дегеніміз ол иман. Ол көзде көрмейтін, мида көрмейтін нәрсені көреді. Осы 3 көруі дұрыс адам, бұл жаңағыдай ғылымдарды шатаспайды деп ойлаймын. Ары қарай кеттік.
Мұхтар Мағауин, иә, қара қыз. қара Бір қыз. бір кино түсірсең де болатын бір андай бір кинолар болатын еді, бір әдемі орысша кинолар, служебный роман деген сияқты. Сол бір енді ол сияқты тәттілік бермесе де, бірақ мынаның ішінде бір әттең ай деген жерлері көп екен. Қабай, қалайша, неге ғана деген сияқты Неліктен деген тұстарын жауыздықпен кәдімгі жазғанда өмір ғой деп ше, қайтесің, өмір ғой, болып жатыр ғой, бола да береді ғой, болып еді ғой деп нүктелейсің да өзің солай шешім шығарасың да ары қарай басқа кітап оқуға кіріп кете бересің. Қара қыз, мына жерде хаттан бастап жазады, өзі бұл кісі жаман ұстайды ғой негізі ше. Бұл хат қай жерде жазылған? Өткенде Мейрамхан мен Махамбеттің жебесін айтты ғой. Ол кезде енді кішкене ауырлау болды. Әнуар Әлімжанов өзі сонда қатты күрделі жазатын жазушы екен. Мен кейін неден қарадым, Гуглдан теріп ол туралы. Көбісін орысша жазады екен ол. Ол орысша жазды деген сөз, ол Европа классикасында ойланды деген сөз ғой, жалпы. Енді мына шығарма жеңіл шығар деп отырық. Иә, енді бұл жеңіл, иә? Жеңіл ғой. Бұл андай бір оқиғаға негізделген ба? Сондай шығар. Бір ойдан құрастырылған ба? Ойдан құрастырылған әңгіме ғой, жалпы. Білмеймін. Білмейсіз ба? Хикаят қой енді. Мен біліп келмейсіз. Жалпы көркем шығарма, роман бола ма, повест бола ма, оның барлығы көркемделген. Бәрі көркемделген. Ойдан құрастырылған ғой енді, көп жерлер. Көп жерлер. Ол тарихи деп айтады, бірақ көркемдейді. Диалогтар жасайды. Өйткені ол сөзбе сөз қасында анау бүйтіп айтқанда қасында жазып отқан ешкім болған жоқ. Солар сөйлетеді. Былай хаттан бастайды, мен бас жағын ғана айтайын. Қадірменді Бекесі. Сәлем хат деп бастаған шығар? Жоқ, Қадірменді Бекесі. Қадірменді Бекесі. Беке деген сияқты ғой, Хамеке деген сияқты. Бексейіт. Бексейіттің Беке деп тұрған ғой. Көптен күткен хатыңызды алып қуанып қалдық дейді. Қандай келіншек, қандай әйел жазып отыр. Ол қазір, қандай әйел жазып отқан қақтан білеміз ғой? Мен мынаны бірінші кітапты оқып бастаған кезде, мен білем ғой қазір, соңында біліп отырмын. Сол үшін қайтып мен оқыған кезде мынаны басында мен түсініп отырсыз да, уже қандай адам екенін. Мына хат маған ешқандай әсер еткен жоқ. Мен қазір сол үшін ғана мына бас жағын сәл оқып жіберем. Мына хат маған әсер еткен жоқ, қазір соңында тағы да бір оқып берем. Біздің қалымыз жақсы, дін аманбыз. Секмен талтаңдап шауып жүр, көкен қайда десе көке жоқ дейді. Қой жаман сөз айтпа деймін. Хатты басынан бастап жүрсің, орда кіріп кеттім жаңа микрофон. Басынан бастайсыз хатты. Қатты ма? Қатты, иә, басынан бастап. Енді хатта Қадірменді Бекесі, көптен күткен хатыңызды алып қуанып қалдық дейді. Біздің қалымыз жақсы, дін аманбыз. Секмен талтаңдап шауып жүр дейді. Көкен қайда десе көке доқ дейді. Доқ деп жазған. Көке жоқ деген. Сол енді. Қой жаман сөз айтпа деп қоямыз дейді. Бізде жаңалық паспорт алдым дейді. Қолма қол Секеңнің метіркесін реттеп алдым дейді. Яслиге орнаттым дейді. Күндіз түні сонда болады. Демалыстарға ғана үйге береді. Көрші апайдың бір көмек дейді. Өзіңізді сағындым. Қала ашы құжынаған халық сондай сияқты. Ми ашып кетті ғой. Не болды? Хат оқып отыр ғой, хат. Енді ондай таныстырсаңшы. Солай басталғанда енді кітап. Біледі ғой деймін да, бұл оқыған ғой соңына дейін. Енді мына кітап біткеннен кейін қайтадан мына хатты бір оқып беремін, сол кезде түсінесің деді ғой. Түсінесің деді ғой енді. Енді солай басталып тұр. Мынау секті. Мен сөйту керек еді, сөйттім ғой. Соңында оқымадыңыз ба деген. Мынау Секітайдың қолы, жаңа баласы ғой, сәлем бергені, саусақтарын да қолына бүйтіп салғанда ғой. Қолын сап берген ше бүйтіп. Бұрын салатын еді ғой, білесіз ба? Қолын почтамен салып. Бірден ана былай басталады. Бірден кәдімгі осы Алматы қаласында мынау хат 51-ші жыл жазылған деп жазған. Соған қарағанда 51-ші жылы бұл хат жазылған болатын болса, бұл енді қазір елестетіп көріңіз. Мына хаттың өзі жаңағы бәндегі сәлем Бекесі деп басталған. 51-ші жыл жазылған, иә, мен соған келе жатырмын. Мен ұмытпадым. 51-ші жылы жазылған болса бұл хат, мысал үшін. Енді ол кездерде бұл хатты жазған кезде бұл Москвада болды. 1951 ғой. 1951, мен папам туылған жыл екен. Бексейіт Москвада жүрген кезде бұның артынан келіншегі жазған. Айгүл деген келіншегі жазған. Бекет. Енді мына жерде қазір бірден осылай басылады тағына басқа уақыт. Ол жерде жаңа Бексейіттің жасы 60-та. Бірден Алматыда, елестетіңіз, үйде, квартираның іші,
нелер үстінде ол кезде профессорлар бір ғылыми жұмыспен айналысса үстіне халат киіп алатындар бар еді білесің бе киноларда ақ халат па таза бар қбдан көк халат киіп алады андай кітапханада жүргенде жалпы алдында кітаптар сонда қандай халат душтан кейін шығатын халат па а? душтан кейін киетін халат па шашы аппақ Шерлок сияқты ма? кәдімгі әшейін жаңағы түсініп тұр бұл бағана оқып зерттеп шашап кетеді дейді ғой адам жаңа талқылады жоқ енді халат деген әшейін қб көк халаттар бар ғой рабочий жұмыстарда киетін компьютердің алдында отырғанда киетін ақ халаттар бар дәрігердің лабораторияда көк киетін деп отыр ғой ақ халат дедім ғой соның көгі да мен басында айттым ғой мен қандай халат екен жұмысшылар жаңағыдай бір ғылыми жұмыспен айналысқанда киіп алатын кітапханаларда шаңды архивтерде жүрген кезде киіп алатын халаттар болады кәдімгі қб әшейіндерінде қалтасы бар ақ қой енді ақ емес кәдімгі көгін киіп жүреді сондай жерлерде ағын көбінесе мына фабрика неде сүт сауатын жерде киеді компьютердің ішінде киеді сондай ояқта көгін киеді мақы білгеніңді пышақпен мал қорада тыр жалаңаш жүрмейсің бопты үйде жүр сондай халат киіп алған жасы алпыстағы бекси аппақ халатпен сегіз болған енді сүт ақ қой а мал қорада шашырап кетсе білінбейді ол ақ болмайды ол көк сондай мейлі көк болсын бар көк қалаған цветіңді қой менгіндей қылып қоясың ба бір жағын розовый бір жағын көк ақ қылыпсың бәрі болады да ішінде сөйтіп сондай неде жаңа бексейіт отыр жасы 60-та үйде иә жасы 60-та профессор жаңа хат осы кісіге ғой арналған негізі осы кісіге жазылған ол сол жерде жатыр хатшы ескі таутар қанекең 1951 жыл ма айтып отқаныңыз иә 60 жыл өтті ма жоқ ол бұл кезде жерден 30 жылдай өтіп кетті ғой 81-лер ғой сондай жылдары болып тұр қасында Гүлжихан деген әйелі кіріп келеді оның да жасы емес 40-тан асып кеткен ол тіпті сізбен жеңшем сияқты ғой өзінен қатты жас емес сізбен жеңшем сияқты примерно қатты жас емес нормально жас мүмкін сіз қаншадасыз қазір мысалы 38-ге толамын құдай жеңшем 18-де 18-де тұра бермейді ғой сол ғой енді сәл өкіне ма айтқанда мақалдың өтірік екеніне ма 28-де ма 38 менен 12 жас аптсайса 38-де 26 ғой шама сол ғой деген сөйтіп енді анау ол кезде профессор бексейіт доктор қасына мына жақтан әйелі келеді волгысы бар қара волгысы бар шығар әйелі келеді ол әйелі көк па әйел мен екеуінің арасындағы диалог қазір сенің тағы да ішіңді пыстырып жібереді анандай басқаша мақаммен келеді ана қарғындағыдай диалогтар келеді қарғын дегеннен көп жерін түсінбей қалып едің ғой сен ше қарғын жақсы түсіндім мен ана бір жерін түсінбей қалған сияқты ма анау тағылымдағы сүмектеп деген сияқты иә сондай сөздер ғой бір анау мультфильм бар ғой анау екі бұғы тұрып анау ағаш дейтін ше соғым да басында ағаш деп тұрады кейін крокодил дейтін ше әйелімен әңгіме былай мынандай бір мақамда кетеді жаңағы екеуінің Гүлжихан мен Бексейіт Бексейіт енді бұл жерде іш пыстыратындай бар ғой анау 60-та 41 бәледе бізге вообще ғалым өзі жалпы әңгімелер ма мынандай ғой қарашы бұл жерде өзін жаңағы енді көпке топырақ шашпаймыз көп біздің тануымызша кинодан көреміз кітаптан оқимыз өмірде де байқап қаламыз сол өздерінің бір профессор доктор дегендер бір өмірі шешілмейтін бір костюмның ішінде жүреді ғой өздері бір адам баласын бір менсінбей сол көп оқып тастаған басқа біреулерді бір қатты кем көріп па өзіне биіктеп кеттім деп ойлайды да ол төмендеп кеткенімен жұмыс жоқ ол төмендік ол он жерден қандай кафедрада бол қандай университетте істе доктор болмақ түгіл доктор болсаң да ол сенің адамдық деңгейің кеңістігің жан дүниеңнің кеңістігі маған доктор ол деңгейден жоғары тұрмаса сенің жаңағы дипломың профессияңнан жоғары тұрмаса сенің адамгершілік деңгейің ол бәрі жоқ хамеке мысалы сіз көп кітап оқып тастағансыз ғой енді
халат киесіз ба десең. вот мені сөйтіп кемсітесіз ғой өмірі, оқымағансыңдар бірдеңе деп. Қашан айттым мен саған? Әр бағдарламасында айтасыз ғой. Мен сені кемсітпеймін, сен өзің алдымда тіленіп тұрасың ғой, кемсітші. Кемсітіңізші мені. Сөйтіп тіленіп тұрғанда қалай ұрмайсың? Ұратынға кетіп қалсаңдар қарай. Жоқ, ондай. Мен білмегеннен сұраймын ғой Қамеке сізден. Басқа кімнен сұраймын? Бексейіт пен Гүлжихан. Енді екеуі сол жерде әңгімелесіп отырды. Әңгімелердің төркіні мынау, енді ана бір жаңадай бір кинолардағы диалогтар сияқты жатыр енді екеуі. Айтсаңызшы, бағанадан бері іштерің пысады, айтпай отырсың. Құрастырып отырсың. Мынау нелеріңнен шаршаған жоқсың ба, қағаздарыңнан дейді. Қағаздарыңнан шаршаған жоқсың ба, кітаптарынан. Осы ғалым болам дедің, ғалым болдың. Профессор болам дедің, профессор болдың. Доктор болам дедің, доктор болдың. Енді болды ғой дейді. Бәрін жесіп кетіп, тамақтайын бақпады, тамақ ішейік дейді. Шәй ішейік дейді. 30 жыл тамақ ішпеген адам. Сол кезде кім Бексейіт ол мүлдем басқаша ойланып тұр ана жерде. Сен көп нәрсені түсінбейсің, бір-бірін қағытып сөйлейді. Андай. Бір-бірін қағытып, тістеп сөйлейді. Мынандайға дейін келеді әңгіме. Сенде докторантураға түсей дей ма? Стипендиясы жақсы. Сенде жетістік қайда жасық шақтан басталады ғой әңгіме. Абайдың анау ақырын алыстап, ақырын жүріп анықпас, алыстап кетті, сол махаббат қызық мол жылдар деген өлеңше соны келтіреді. Қайран жасық шағай дейді. Жасық шағымызда Бексейіт айтады. Жасық шақ дейді. Қайтып келмейтін дәурендер екен ғой. Достоевский айтқандай, адам өмірді сүрген кезде оны өкінбестей етіп сүру керек деп айтады дейді да. Сылқым айтып жатыр Бексейіт. Достоевскийдің сондай сөзі бар екен. Сол өмірді өкінбестей сүре алдым ба деген сұрақтың айналасында өмір сүремін дейді. Сөйтіп кім айтады? Енді әйелі жасық шағында. Бексейіт мен өмірді өкінбестей сүрдім деп айтып тұр ғой енді. Жоқ, сүре алдым ба дейді. Сүре алдым ба дейді. Сүре алдым ба. Жасық шағыңды аңсап тұрсың ба дейді әйелі. Сөйтіп екеуі бір-бірінің жасын айтады. Сен енді баяғыдай жас кезіңдегідей емессің ғой, бәрібір 60-тағысың. Сен де жас емессің деп екеуі осы жерде сәл қақтығыстап кетеді андай неғынан. Сөйтіп ұрсуға дейін келеді тағыны. Бір кезде ғылым мәселесінде жаңа әйелі сол жерде көп нәрсе айтып тастайды. Осының бәрін не үшін істеп жүрсің? Тура бір анандай көз не істейсің сен дейді. Мен соны байқаймын дейді. Ащы болса да айтайын саған. Сен сол ғалыммын дейсің, профессормын дейсің, қағаз дейсің, басқа дейсің. Айтпақшы әңгіме былай басталады. Мен де осы кандидаттықты қорғап көрсем қалай болады дейді. Әйелі ме? Әйелі. Сол кезде күйеуі айтады. Мазақ қылып айтып тұр ма? Мен білмеймін, жалпы айтты енді әйел ғой. Сол кезде айтады. Енді не қыласың сен ондай ғылыммен айналысып дейді. Бір үйге бір ғалым жетеді дейді. Ана пәленшенің несі, француз тілінің несін зерттейді деген бірден. Сол кезде кім айтады? Бексейіт жаңағыдай. Бұл ғылымды сен түсінбейсің. Жалпы ол ғылым басқа, сен нең басқа деген кезде кім қолыңнан келмейді деп тұрмын. Қолыңнан келмейді деп. Қолыңнан келмейді, сен оның адам емессің де. Сол кезде ана әйел айтады, жаңағы Гүлжихан. Мен өзім байқаймын, шындығында осы ғылым дейсіңдер, бірдеңені қорғау дейсің, профессор боламыз дейсіңдер, доктор боламыз дейсіңдер. Соның бәрін бүйтіп сыртынан қарағанда сендердің жаңағы менің көзқарасымдағы нәрсені әдемі айтып береді әйелші. Сөйтіп жүріп, сондай нәрсеге жетіп, бүйтіп көкіректі керіп жүретіндерің бір ел үшін істеп, сол елге міндет қылатын сияқтысыңдар. Атаның басы дейді, ел үшін істеп жүрген жоқсың сен оны. Өзің үшін істеп жүрсің сен дейді. Рас қой. Әңгіме мынадан шығып кетеді, жаңағы профессор, не істейсің ол профессорлықты дейді күйеуі басында, кандидаттықты. Жақсы емес па? Күйеуі профессор, әйелі кандидат дейді. Жұрт айтады ғой, жұрттың айтқанына өмір сүрмеймін дейді ғой. Жұрттың айтқанына өмір сүресіңдер. Міне сендер деп айтады соны. Әйелі ма? Әйелі. Осыдан шығып кетеді.
күйеу профессор, әйел Иә. КМС. ой жұрттың айтқанымен өмір сүресің ба деген кезде әйел айтады именно сен жұрттың айтқанымен өмір сүресің дейді. Сол үшін жұрттың айтқаны үшін жұрт сөйтіп көрсін деп, ой пәленше профессор, пәленше доктор екен деп, солардың алдында бүйтіп жүру үшін, атың шығу үшін сол ғана жүріс дейді. А сен бір халыққа Хамеке сонда жұрттың көзінше ақылды көріну үшін оқисың деп тұр ма сонда? иә сол ғылыммен айналып жүрген, айналып келгенде өзің үшін істеп жатсың ғой бәрін дейді. Бір ел үшін бірдеңе үшін деп неғыласыңдар да сол бірдеңені қорғап профессор доктор болғаннан кейін жүресіңдер дейді да кәдімгідей аспанды айды жерге түсірген сияқты. Енді ол тікелей жаңағыдай күйеуінің бойынан көріп тұрған сипатын ақ тұр ғой. И сол жерде күйеу ашуланып кетеді. Жаңағыдай ашша айтатын кітаптың ішінде ше. Әйел бірақ тазасын айтқан. Әйел тазасын айтқан. Бексейіт соны көтере алмай қалады да жаңағыдай қышу қанбайған байтал дейді ғой общем. Соған ақ келеді. Айбай, әйеліне айтама. Соған ақ келеді да. Анау неға, бұған да сен кінәлісің десе. анау қатты тиген болып тұр ғой енді ана сөз. Өзіне қатты тиіп кеткен болып тұр ғой. Шындық қатты деді бәрі. Қышу қанбаған байтал деп те өзіне тигізіп тұрған жоқ. Иә, қарасайшы бұл жерде сол кезде кім айтады? Өзің де таза емессің деді. Мен саған барған кезде сен де бір әйел алып ажырасқан болатынсың дейді. Сен де маған таза келген жоқсың дейді. Айбай, маска жыртып. Қара енді әңгіме, иә. Сол кезде ана бүйтеді. Біреудің семьясын араласып. Біреудің ұрысуға шейін бір әулеттің. Аты кім еді? Сол енді. Бекет, бойкот. Red flag. Найке өйстіп айтысып атқанда сен сол үйдің ана ауылдан келген оқуға келген туысқан бір жиені ма бір бәлесі болып тұрсаң жаман ғой тамақ ішіп отыр. Үндемей ма? Екеуі сондай дәрежеде ұрысып жатыр ана жерде. Сен де маған таза келген, сен де күйеуден ажырасып келдің десе анау айтады сенің де әйелің болды ғой деп ше. Сөйтеді дағына ашуланып шығып кетеді келіншек ана жерден. Сөйтіп Бексейіт ойланып қалады да, ойланып қалса да ол Гүлжиханнан ешқандай жаманшылық көрмеген екендігін бір шолып шығады. Шындығында да кез келген әйел күйеуіне жасай алатын жақсылықтың барлығын көрді. Қайда кетсе де әйтеуір күтіп отыр. Үйі тап-таза, тамақты, киімі бүтін, жаман артық сөздері жоқ. Негізінде бірақ жаңағыдай нелер болмаса ше, оншамша таныстармен араласуға да көп ықпал тиді. Бұл жаман емес сияқты деп бір ойынан неғып тұрған кезде анау қайтып келеді да. Бәндегі басылып қалған, ашуы тарқап қалған, қайтып құшақтап мойнына асылып тамақтаймын. Әйелі уже подкастта отыр ма? Енді ол кісілер енді бір-бірін оқып алған, түсініп алған. Мына ұрыста бірінші рет емес сияқты. Ұрысқа бандай бір 2 күн ренжіп кетпейді ғой енді. Мен барынша әйтеуір жалпақ қып түсіндіріп жатырмын ғой бұл жерде анандай төбелесіп ұрысы қол көтеріп кетпейтін сөзбен ғана соғысады екеуі тақ бірдеңе деп. Білімділер ұрысып кетпей ана мынау ұрыс болып отқан жоқ қой? Иә, ұрыс ғой, ұрыс сияқты айтып отырсың. Болады ғой ұрыс былайынша. Ұрыс ғой? Ұрыс қой. Ұрыс көрмеген. Қанбаған байтал. Ондай болып отқан жоқ енді. Енді ащы тигізу болып тұр ғой бір-біріне. Қандай бір шамына тигізіп айтып отыр ғой. Қышу қанбаған байтал деп па? Ей, сен қышу қанбаған байтал ма? Жаз болатын дейді. Енді қараңыз. Жаз болатын дейді. Мен кітап желісін ғана айтып беріп жатырмын, сол несінен ауытқып кетпейін деп айтпасам мен бұның оқиғасын, қара қыздың жалпы оқиғасын мен мүлдем басқаша да айта салуыма болатын еді. Қалай? Оны осы жерден бастасам да болатын еді. Мына жерден қазір. Жаз. Ауылға Бексейіт ауылға келе жатыр, жақындап қалды. Жалпы ауылда жүр ол. Сол жайлауында жүр, ауылының қасында, жайлауында кәдімгі жан-жақта неше түрлі нелерді сипаттап. Бексейіттің жас кезі ма? Иә, жас кезі, әлі үйленбеген, әлі бірақ сол кезде кандидат, жаңа ғылым қорғауға кандидат. Жаңа сол кездің өзінде енді бастап жүр. Кішігірім ғылымдар еңбектермен айналысып жүрген кездері. Қандыра алатын кезі. Мен бәндегі анау бір кинолар басталады ғой, басқаша басталып ше. Арқадағы бірдеңе бірден тық тоқтап, басынан басқаша басталады ғой бір кинолар. Сол сияқты әдейі айттым да мына бір жерлерін, екеуінің ұрсатын жерлерін. Сөйтіп хат неғып оқыдыңыз? Хат неғып оқыдыңыз? Хатта басында тұр ғой, не дейсіздер? Ештеңе? Балдар әзілмен келатыр.
жігіттер қалжыңмен келатыр. бір вагон күтіп алыңдар сырбаңдар бар күтіп алыңдар 14-ші вагонда Нұржан, неужели Нұржанның көзінен жас парлап, алып күтіп жақсылап күліңдер үйге барғансын неужели деймін да, Нұржанның көзінен парлап ағып атқан, жасты парлап ағызып атқан әзілге біз сәл болсын езу тарта алмаймыз. Айтсаңызшы. ол өзі айтқан әзіл Онда өзіне қалсын. өзімен кел Иә, өзінде қалсын. Далада ана жерде әдемі табиғатты әдемі суреттейді да, сол жерде Бексейіт айқайлап деген сияқты, кім бар? Хамеке қойшы, осы өтірік қой осы. Менің арманым деп. Өтірік қой мынау. Мен әлемді Далада ма? Қашан айқайладыңыз далада жүрген? далада ма? Иә. Жайлауда, иә? жоқ онда енді ол қазір бір түрлі көрінгенмен негізі мен болған ау деп ойлаймын. Иә, өткен. Мысалы телевизор жоқ қазір енді мысалы қолыңда телефоның бар ғой, бос болсаң соны көресің. Энергия көп қой Ал біздің ана жұмсалатын кезде- қазір. Ол кезде шынымен ақ далаға келген кезде әйтеуір бірдеңе істегісі келіп қалады. Жоқ, Хамеке енді ей дейді шығарсың. бірақ Аняқта Енді шығар деген. Ыбырай, мен енді саған түсінікті қылып айтатын, жалпы айқайлады. Мен енді ол жерде Бексейіт ай дегенде болуы мүмкін. Мен әшейін кітап тілімен деп ана жерде ешкім жоқтығына көз жетті. Сөйтті да мына жағын бір ашу үшін айқайлады. Деп те шыққан болуы мүмкін ол ше, білмеймін. Мен жазбаса дей салдым, болды. бақытты адамның айқайы. Менің армандарым қайдасын, кел шибері деп айқайлайды ана жерде ше. Енді мынау артық қой. Мен бақыттымын. Білмеймін енді мен. Хамеке менің армандары қашып кетеді. Екінші вариантты қабылдап қойғанша уже. Енді сол күшті. Мақұл енді, сондай қайдасың кел деп, сондай айқайлады дейді, қатты ше. Индейсіз ба? Сөйтті сол жерде шөптің үстінде жаттырды деді. Хамеке жалғыз өзі. Жалғыз өзі, иә. Я қыз жоқ қасында. Жоқ, Жаңбыр да жоқ. жаңбыр да жоқ. Тал түс. Әдем ауа райы. анандай ғой. деген. Мына жерде ештеңе жоқ қой, жерде. Не керек басқа? Көл тұр, тау тұр ар жағын. Сөйтіп Жабылып кетті. бір кезде Көл тұр, тау тұр неге? бір кезде бірдеңе сықырата қалды дейді. Бірдеңе сықырата қалды дейді. Қарасам анандай жерде бір қыз тұр дейді. Айдалады ма? Қолында қап дейді. Сәл еңкейіп тұрған. Сен қорқасың. Қорқынышты ғой. Үстінде киімі Жұлым. ескі жұпыны дейді кәдімгі. Сөйтіп Сен ба деген. сөйтіп ана Жүрегім жарылып кетті. сен кімсің Биләші дедім дейді. жейсің бе десең. Кімсің дедім дейді. Үндемеді дейді. Мынау жаңа айқайдан кейінгі. Мен келдім деп айтты дейді. Қайдан келдің? Сіз шақырдыңыз, мен келдім деп күлді дейді. Сөйтіп Арманым қайдасың иә. деген. Сөйтіп қолындағы қабын бүйтіп түсіріп бойын жазып еді дейді. Қорқынышты. Қабын түсіріп бойын жазып еді дейді. Анау Ұзарып қаппен кетсін. байқамай тұрған екен. Жоқ, Киімі де әдемі болып кетеді. бойын байқамай тұрған бойын жазып еді. Әп-әдемі ақ дейді. Бітімі, түрі, анау үстіндегі ескі көйлектің ескі екені білініп тұрған жоқ дейді. Бір әп-әдемі қыз. Не болды сонда? Қаптан ба сонда бәрі? Өзі жалпы түрі сұлу адамға любой киім жараса береді. Негізі. Иә, Сондай ғой. Мысалы Хамеке. Иә. Нашар ғой әйтпесе киімі. Сөйтіп адам көркі шүберек дейді ғой. Кейде шүберекте көмектесе алмай қалатын кездер болады. Сол ғой. Кейде шүберекке адам көмектесіп кететін кездер болып қалады. Оның бір ғана ұшты емес, көп қыры бар да бұл тұстарда. Сіз сияқты бір қырлы емес. Сосын анандай ғой, Қырға тақай берген. анау да бар ғой енді жаңа. Қырдауып отыр ғой. Ұнатқан адамыңның Не киіп? Не барлық кисе де, жағы, иә. жарасымды болып Әдемі тұрады болып ғой. көрінеді. Ұнатқан адамыңның деймін да. Жаңағы анау не кисе де әдемі болып сондай сияқты. Жарасымды болып көрінеді ғой. Басқаша болады. Красота в глазах смотрящего дейді. О, қалай, как сказано. Сөйтіп қыз тұр дейді. Сонымен сол жерде қасына шақырады, ол үндемеді, келмей тұрады сол жерде. Құдай бере салды ғой. Соны айтамын. Айдалада болса, тем более әдемі көрінеді ғой. Сөйтсе тезек теріп жүр екен да сол жерде. Айдалада. Тезек тергес па? Тезек термегенбіз, істегенбіз үйде. Үйде істейтінбіз тезекті. Мен тергенмін. Мен де тергем. Анау өріске жаңағы сиырды айдап жіберетін жол бар ғой.
соны біраз жерге дейін айдап келемін мына бір 2 сиыр сөйтемін да қайтарда жаңағы қапқа тереп келесің ғой сонда астынан кейбіреуін көтеріп қалсаң андай не шығатын еді қоңыздар ма сарызбан ше шаян ше иә сап-сары сары шаян скорпион ба ол да бар анаусы анау қырғаяқ сияқтысы ма анау қырғаяқ сияқты емес саразбан дейді оны анау 4 тісі бар ғой бүйтіп қалған болды құйрығы көтеріліп жүретін ба 2 мынандай бар жоқ тісі осындай төртеу да екеуімен тістейді да анау бүйдегі негізі шақпайды ол просто күшті анау құйрығы ше құйрығы дәу кәдімгі осындай бұзаубас емес па бұзаубас емес саразбан оның орысша аты қандай еді саразбан қандай дедің сен таразбан саразбан бізде саразбан дейді енді ол Саразбан? мүмкін басқа жерде басқа атау айтатын шығар саршаян деуі мүмкін басқа жақта тезек жоқ көтеріп көре салатын астын көре салатын ана сол көтеріп қалған кезде шошып кететін мультфильмдегідей Жаның тезек қалмайды. тауып ашасың сол шығасың да Том и Джерри сондай ғой жоқ Хамеке мынау енді Михон айтып отыр ғой енді сен тезек теретін болсаң жаңағы падаға бір жолмен бірақ жол бүйтеді мал жүретін жерде барасың ғой айдаладан іздемейсің ғой тезекті дегенім ғой айдалада не тезек енді ол кез іздейді ғой енді мал жайылатын жерлер дала ғой ауылды ғой сол кез 51 жылдар болса 51 емес ол мына бір жылдар бұл 49 жылдар болуы мүмкін тезек енді шығып жатқан жылдар ма сатылым неге ма сиырлар енді тышып үйреніп жатқан кез сиырлар тезекті енді ойлап тапқан кезі ма сөйтіп сол жерде қызды құшақтап алады ол үйбей сол жерде қыз қарсылық басында қарсылық білдіреді кейін енді анау қыз ана жерде қыз қатты әдемі болады жоқ енді қанша әдемі қыз көріп жүрсең де көшеде қара торы көресің де сонда Хамеке сіз үшін жабысып қалмайсың иә ғой сол ғой сіз үшін нормально ма ол көшеде әдемі қыз көріп қалсаңыз жабысасыз ба не бірден жоқ мен үшін бұл нормально жерде емес. енді бір гәп болуы мүмкін енді сол ғой сол енді мен келе жатырмын иә сондай сияқты танитын қыз сияқты ол жалпы мүмкін постоянно тезекте сол жақта жолығып жүрген қыз ғой ол анау да эгегеден кейін шық деп айтып қой иә жоқ ондай емес енді мысалы ей менің қайдасың арманым деп жатырмыз енді естіп қалғаннан кейін мен деп келе саласың ғой шөпте жатқан ғой күтіп ол қыз ше жоқ әңгімені орайы болып келіп тұрған кезде ұрасың ғой жоқ кейде мен бүйтемін мына біз просто бұлардың кездескенін бірінші рет көріп жатырмық та бұлар бізге дейін мың рет басқа кітаптарда да кездескен болуы мүмкін иә екеуі басқа кітапта ма бауырсақта кездескен бұлар мына көп кітаптарды оқимын да оқып болғаннан кейін сол ішіндегі қоғамымызға зиян тиіп кетпесе екен деген жерлерін көбісін алып тастаймын негізі өзім кейбіреулерін тіпті оқығым да келмей қалады сөйтемін да кейде анаған қанша уақыт кетеді алдында менде 50 оттенков серого алып келемін деп отыр едіңіз ғой мысалы иә мынаны оқып болғаннан кейін ол қимай қаласың біріншіден уақытың кетеді екіншіден энергия сөйтіп бұны қойшы мен ол жазылған кітап қой бір айтайын деп алып келе қоясың кейбіреулерін ысырап қылғың келмейді да уақытты кейде жақсылар түсіп қалады оқығаныңа арзитын кейде осылай бірдеңені іздеп отырасың нүктесін кейде нүктесін таппай бітіре салатын нелер бар жалпы кейде осындай бір құшақтапты сүйіпті деген нәрсені өмірімізде бірінші рет естіп жатқан сияқты комментарийлер жазады ғой ондай нәрсе айтпасаңыздар деп күніге естіп көріп жүрсе де мысалы үшін ше құшақтасып отырған бұл жерде енді барынша ол анайылықтан қашып мына өзінің жазылған жылдарында қандай өмірде жазылды қандай қоғамда оқылды ол да негізі қаралып қалатын нәрсе негізі бұл кітаптың өзін оқысаңыздар бұның ішінде негізі ол түйетіні құшақтап сүйісетін болмаса жаңағы бір бірін артықтау кетіп ұрсатын жерлер емес басқа нәрсені көреді екен мен жүрегім сәл ыңғайсызданып қалды ше соңына қарай неге кімнің тарапынан кімге ұяламын кімнің тарапынан кімге ренжимін деген сияқты бір ойлар болды да сөйтіп түсінбеген сияқты ана екеуіне қарап еді бұл екеуі түсініп тұрған мақұлдады да үндемей қайтып өзіме қарады мынауша негізі сен де түсіндің оны нені сөйтіп сізге құшақтаған ақтап алып шықтыңыз ба сонда жоқ енді мен көп нәрсе айтып қойды ғой Хамекең ше сол ғой басынан бастап сұрайын деп отырсың ғой сен артық нәрсе айтып қойды да енді
Жоқ ой, артық нормально айтты ғой. өзі шатасып қалды қара. сонымен жоқ шатасқан жоқ. Шатасқан жоқ. Енді анан Шатасқан қайтадан жоқ. басынан айтып беру деген. Сөйтіп үйіне келбек, ана қыз ана құшақтап алды ана жерде. үйің алдындағы машина кетіп қалған жоқ па деп айтты. Құшақтап алды ғой қызды. Қыз бірақ қарсы болды. Сорағы келдік қой. Сораға келдік қой. Қыз қарсы болды. Қыз қарсы болды да, сосын бетінен сүйіп алған кезде үндемеді деді. Кейін үйің қасындағы машина кетіп қалған жоқ па, қалаға деді. Жоқ, кеткен жоқ деп айтты. Енді бірақ кешке қарай кетем деп жатқан ағам деді. Таниды ғой бір-бірін. Үлкен кісі екен. Үйіне бардық деді. Кім Бексейіт далада тұрды. Қыздың үйіне ма? Иә, сол жерде бір екі-үш сол ауылдың несі осым. Ар жерінде Бексейіттің де үй болу керек. Білмеймін, Бексейіттің ол жерде ешкім жоқ екен. Бір сөзбен айтқанда ол әке-шешесі сәл ертерек қайтыс болып кеткен ау деймін. Бірақ жаңағы ана қайтып кетейін деп жатқан КамАЗ айдайтын кісі сол Бексейіттің ағайыны болып келеді екен, рулас ағайыны болып келеді екен. Ол сол жерде әңгімелесіп, інім айналайын деп, сол бір 2-3 жас үлкендігі бар еді дейді. Сөйтіп сол кезде үйдің ішінен бір дауыс шықты дейді. Ұрысқан бір әйелдің дауысы шықты деді. Шешеңді де сен жалмап ең, бірдеңе ұрысып қарғап шығарды деді кәдімгідей ше. Жаңа қызды ма? Иә, қыз жылап далаға шықты деді. Сол кезде аға мен алып кетіңізші өзіңізбен деп айтты деді. Бексейітке? Жоқ, КамАЗиске. Қызшы. Сөйтті да ана кісі тұрды деді ағаны. Я әкетем деп айтты. Сонда Бексейіт анау менің арманым қайдасың деді. Қаппен шықты қыз, тезек теріп жүр. Бексейіт үндемей барып құшақтап алды. Сәл қарсы болды, бетінен сүйіп алды. Әңгіме жоқ арада, иә, мүлдем. Жоқ. Сөйтті да қыз тұрды да, ана ағаңыз әлі кеткен жоқ па қалаға деді. Я деді да, жоқ әлі кеткен жоқ деді да. Екеуі барды. Ана қызды үйден қуып шықты. Солай ма? Дұрыс айтып жатырмын ба? Андай бір әңгіме жоқ қой дегенім ғой. Ана сонда Бексейіттікі ұнамай тұр да кішкене. Бексейіттікі ұнамай тұрғанда бұл жерде Бексейіт қызда кетәрі болмай қалды ана жерде ше. Екеуі бір-бірін шынымен ұнатып қалды ана жерде бір көргеннен. Бір-бірін ше. Сөйтіп жауап алдыңыз ба? Жаңа жылап шығып, мен алып кетіңізші қалаға деп айтқан кезде жетім қыз екен ол. Сол ағасының үйінде тұрып жүрген қыз екен ғой, сол отынан кіріп көлінен шығып барлық жұмыс сол істейді екен. Сөйтіп жаңа ана КамАЗ кісі болды әкетем деді дейді бірден. Әкетем дейді. Әкеткенде де қуанып кеткен сияқты. Толсын жүреміз. Әкеткенде де болды. Бексейіттің ағасының үйінде тұрам екен қыз. Жаңа туысқан ағасы. Жоқ, өзінің бір ағасының үйінде тұрады. Жетім қыз екен. Жаңағы қыз туралы болып жатыр ма әңгіме? Иә. Сол жерде мені әкеткенде де мен жай әкетпеймін, Бексейітке келіншек қылып кетеміз деді. Бірден сөйтіп. Ана жерде ешкім ештеңе түсініп жатқан жоқ деді. Ана кісінің не әзілдеп жатқанын, не шын айтып жатқанын ешкім түсініп жатқан жоқ деді ана жерде. Үйден ана жаңа ойбай жеңше дей ма? Сөйтіп айтады екен ана өзі ойбайлап айқайлап сөйтіп жүреді. Ойбай жеңше. Ойбай жеңше деп ат қойып қойған екен оған. Сонда Хамеке Бексейіт сонда қызды құшақтады, бетінен сүйді да. Құршек қайтасың. Жоқ, қарсаңызшы, сөйтіп КамАЗ қалаға кетіп жатыр ма? Қызды тастап кетіп бара жатыр ғой сонда Бексейіт, иә? Қыз өзі барам демесе алып кетпейтін еді қызды. Ол мүлдем ондай әңгіме болып тұрған жоқ. Ұнатты деген әңгіме вообще келмей тұр ғой дегенім ғой. Соғы мына кітапта вообще кәдімгі бірден солай басталып тұр. Загадочно. Сен ар жақта сол нәрсені ойланып оқисың ғой. Неменеге ұнатты деген әңгіме келмей тұр? Енді сен ұнатқан қызыңды бүйтіп бетінен сүйіп құшақтап алып, болды мен қалаға кеттім демейсің ғой. Кетіп қалмайсың бірден. Кездескен бойда. Сосын қыз өзі шықты, мен қалаға барсам бола ма? Ол ше, олар бір-бірін таниды. негізгі кәдімгі өмірдің формуласымен жүрмейді ғой ешкім. Сол жердегі ситуация солай болды. Әр жерде әртүрлі ситуациялар болып қалады. Кім қалай істеймін деп дайындалып бармайтын ситуациялар болады. Біреу дайындалып барып істейтін оқиғалар болады. Ол солай болды. Оның несін бәлеге қалдым ғой сол жерде. Бекер айттым мен де. Сыйламайсың ба? Сыйлайсың ба? Кейін бөлек. Мына кітапты оқы сен. Ойланып қаласың тағы ана жерде. Неге бұлай болды екен деп қаласың. Именно сол құшақтасқан жерлерінде. Ол енді қалаға кететін қазір шешіліп тұрған жоқ қой. Ол жалпы сол жерде ағаңыз қалаға кетіп жатқан жоқ па? Я кетіп жатыр деді да кетті. Андай болып жатыр да біртүрлі. Жаңа ойбай апа үйден қуып шыққанда да жаман әңгімелер айтады ол. Қандай? Түсінбей қаласың сен. Мен оны айтпаймын да, сен ол оқып аласың оны. Оқырмандар өздері оқып алады. Қызық жерлерін айтып отыр. Қызық жерлер емес ол. Қанды ішіп жібересің оны. Сөйтіп жаңа біреуін айтшы, біреуін. Сұрақ қоймаймын, біреуін. Не деді? Ана кісінің мақамында қыз бір үлкен бір күнә жасап қойған сияқты қарғап шығады ана үйден. Сол жерде мен бірақ оның несіне онша сене қоймадым, білмеймін.
оны Күнәсына ма? өзің талқылап аласың. Күнәсына ма әлде? Білмеймін. Сөйтіп жаңа ана кісі әзілдеп жатыр, не шын айтып жатыр, оны ешкім әкетемін. Татыңыз түсінбей қалды ғой. Жаңағы ағасы айтты ғой, бірден қатынға алып кетеміз деді ғой, үйлендіріп. Соны айтып жатыр. Оны біліп отыр олар. Біліп отыр. Өзің айт оны. Сөйтіп Бексейіт, Иә. ойбай не деп отырсың деп анау айқайлап шықты дейді үйінен. Ей, мені күйеу баланы менсін бармайды бұл ешқайда бірдеңе деп шықты. Не сен күйеу баланы менсінбей тұрсың ба? Оқыған, білімді, ертең кандидат, профессор болады, доктор болатын азамат бол деп. Енді ағайыны таниды ғой. Соған неқтіміз, менде үн жоқ дейді. Бексейттің сол кезде барып несіне есін жейді дейді, ештеңе түсініп тұрған жоқ дейді. Сол кезде барып қызға қарады дейді, қыз қарап, оған қарап күлімдеп жылап тұр екен дейді. Сөйтті қыз сол жерден бастап Бексейіт бекінді дейді, оны әкетіп өші, әкетем деп айтты дейді. Қыз да мен де кетем деп айтты дейді. Міне деді, сен кетпейсің деп, ана қатты бірдеңелермен кәдімгі өзінің өктемдігін несін бұрынғы ұрсып жүрген айқай несімен басам деп неғып еді, ол жүзеге аспайтын болған екен. Жаңа кім басып тастады деді, КамАЗ есік братанша. Бұдан кейін тірліктің бәрін өзің істейсің, сенің өліп бара жатқаның сол ғой. Барлық отыңнан кіріп күліңнен шығады, күң сияқты пайдаланасың. Еще дұрыс сондай нәрсеге дұрыс жаңағыдай обращение жасамайсың. Енді соның бәрін өзім істей қаламын деп неғып тұрсың ғой сен. Қайбір бұны қимай емеше езіліп тұр деген сияқты әңгімелер кетіп жатыр ғой. Үйге жұмсауға керек болып тұр. Ең болмаса қазір ағасы кешке жұмыстан келсе соған айтсаңдаршы, ағасына ертең құдалықта отқан кезде әңгімелесеміз дейді да. Тарсарыз менгізеді да ана кісі. Ошо алып кетті ма? Алып кетеді. КамАЗға салып. Бірден екеуі Алматыда, екеуі ғанасы. Енді ана екеуін суреттеген кезде қыз екеуі уже Алматыда, қыз жігіт 20-да, қыз 17-де ма сондай. Енді екеуі нағыз ана бір махаббаттың несін суреттейді. Бір бозбала мен қыздың бір қосылатын бір-бірінің жаңағыдай сезімдерінің жаңағыдай махаббаттың шыңына жететін ақ жас деп алып келеді да. 20 жастағы жігіт пен 17 жастағы қыз. Екеуіне горный гигант дейді, күннен күнге екеуі бір-бірін бірінші рет көргендей сондай бір ынтық сезімдердің аясында өмір сүріп жүрді деді. Горный гигантта тұрды ма? Горный гигантта квартира снимать етіп тұрды деді. Артық ештеңе жоқ дейді. Жаңа күнде бірінші рет бір-бірін көргендей деген. Сол кезде квартира снимать етіп тұра ма? Әлі квартира снимать етіп тұра. Сол кезде квартира снимать етіп тұра ма? Сол кезде квартира. Я-мая. Ол таза бір орыстың квартирасы ғой, екеуі бір-бірін күнде көргендей, бірінші рет көргендей болып жүрді ғой күнде. Сонда үйленді ма енді сонда екеуі? Үйленді, иә. Үйленді ғой. Енді қарасайшы. Сөйтіп бір-біріне деген махаббат күннен күнге солай жүрді. Бір күні Бексейіт квартира қымбат. Бексейіт күніге неге кетеді дейді, университетке кетеді дейді, кандидаттық не. Бір нәрсе айтып жіберейінші, мынау Бексейіт басында әйелімен ұрысып жатты ғой, мынау ол емес. 20-да 17-де бірінші әйел ғой, бағана айтты ғой. Жоқ, нағыз ол емес деймін. Біліп отыр ғой олар. Ол басында еще сен де күйеуді байдан айтқансың деді ғой. Ол емес қой, ол таза. Бірінші әйелі ғой. Бұл қара қыз ғой. Қара қыз ғой. Сөйтіп біліп қойдыңыз, Ереке? Біраз шатасқан болып. Сөйтіп бұл ғана кандидат профессорлықты қорғайын деп жүрген, бірінші қорғауында күніге оның жұмысы, үйінде қағаздар, азанда кетеді. Сөйтіп анау Қамеке, бұл не өзі, не қандай бір болады бір саласы бар ма? Қағаз қорғап жүріп қой. Қазақстан тарихы. Білмедім. Қазақстанның ақ патша кезіндегі және де мына СССР орнайтын кезіндегі Қазақстан деген тақырыпта қорғайды диссертация. Осымен докторлық, профессорлық қорғайын деп отыр ғой. Қазақстандағы бір қорғаған кезінде ол құлап қалады. Өте алмай қалады. Сөйтеді ол Москваға кетеді ғой. Қорғап отқанда ма? Москвада бір үлкен ұстаз бар екен. Профессор, содан білім алып келеді дегенде, сөйтіп неға қорғаса, ананың беделі жеңіп кетеді дегенде, пәленшенің шәкірті дегенше, сөйтіп өтіп кетеді деген. Сондай сояққа кетіпті. Ол жақта жүрген... Аса қатты білімді емес болып тұр ғой.
білмеймін енді ол жағынша менің түсінігімде білім деген басқа нәрсе ше. Бәндегідей ғылыммен айналысатындар сол нәрсенің информацияның айналасында өмір сүрген адамдар соны ғана біледі. Менің түсінігімде білмеймін, әркім әртүрлі түсінеді. Білім деген ол басқа нәрсе. Білімді адам басқа адам. Ол басқа жерде жүреді. Сөйтіп қай жерде жүрсе де ол басқа кеңістікте жүреді. Сөйтіп Москвада жүреді. Оған дейін анау әйелі екеуі кейде жаяу келеді дейді да қаладан. Сол кезде менің осы горный гиганттарынан не жақ қоя медеуге кетіп бара жатқан жолдар. Жоғары жаққа тау жақ. Сол кезде ана бір моланың қасынан өтеді дейді, қорымның қасында. Екеуі ойнап жатып, неде жатып. Күн ғой мына жақтан. Күшті да табиғат, қала астыңдан. Сол жерде екеуі моланың қасында жата ма екеуі? Ойнап. Жоқ, шөптеп өйтіп сол қалаға қарап өйтіп жатқан кезде сол атпен бір кісіге ұрсатыны бар да, мола ол не ғой, қорым ғой, бұл жерде жүруге болмайды деп. Дендер дұрыс па? Ұрыс қуып жүр. Десем дұрыс па деп. Неде? Мазаратты ойнап жүрген деп айтып жоқ болып кете ма? Екеуі сөйтіп қуып шығатыны бар. Сол жерде ана далбасалап не қылады, мексет. Мен өлсем осы жерге көмесіңдер ғой деп. Қайдағыны айтпашы деген сияқты ол. Алматы алақанда. Көп еркектің айтатын естественный әңгіме ғой. Енді болады ғой. Ана жаңа әдейі ананың несін оятып ше саған деген. Не айтатынын күтіп. Не айтып жатсың дегенге айтқызып. Ананың жаны ашығанына сен бір мәз болып. Ей Құдай ай. Не демедің? Сол ана өзің о нәрсенің бәрінен өтіп кеткеннен кейінгі бір 10 жастардан өзіңді көрген денең түршігіп кетеді. Менде мынандай сұрақ болды. Анау мектепті бітіретін жылмен сол студенттік өмірдегі бітіретін жылдардың арасындағы өзіңді ұстап алсаң не істейтінің? Осы екі ортада ма? Сол ортада мектеп бітіріп, сосын анау оқуды бітіріп атқан жылдардағы өзіңді ұстап алсаң не істейтінің? Мектепті бітіріп оқу. Базар жоқ, жақсы келатсың дейтін ме? Бірінші очередь. Базар жоқ, жақсы келатсың. Кете бер деп ше. Дәл осылай. Өзіңді ұстап алсаң ба? Өзіңді ұстап алсаң. Жаман қалатын емше мен. Бірінші очередь винеткаға түспе дейтін жатсың ғой. Мен басынан салып жіберетін емін, сол жерде жүрген жанынша қоше деп. Ол енді салып жібересің, айтып жібересің. Ұру керек сияқты. Ол бәрібір түсінбейді сен ол. Жоқ, зато мен андай кейін бір андай бір қатты таяқ жесе бірдеңеден қорқып жүреді ғой әйтеуір. Бірдеңе үшін ұрып кетті ғой. Братан деп ерегісіп бәле болады ғой. Түсінбейді ол. Анандай нелер ше. Жоқ, ол. Ана телефонмен ше, телефонмен ана автобуста отқан кезде ауылдағы класстас балдармен қатты сөйлеп ше. Музыка тыңдап. Ятнай ше таксиде ана типа төбелес туралы айтып ше. Ана кім ито өзің төбелесің де емес ше. Кім ұрып кетті ғой деп сондай темалардан хабары бар қып көрсетіп өзіңді бір. Өзімде мысалы машина айдап келе жатамысың ғой. Сосын бір жас балдар сол өзің сияқты кезіндегі біреу қасыңа отырып соны істеп атады ғой ше. Ана ұялып кетесің ғой. Ол ұялмайды ше, сен ұяласың ғой. Әйтпесе ана автобустағы адамдар такси танымайсың ба? Анандай ғой ше. Ана ойлайсың ғой. Үлкенмін. Өзің ғана бір үлкенмін деп ойлайсың. Барлығын білетін сияқтысың. Өзіңді бір идеал ол нәрсе сенде ғана сияқты. Бәрі өтіп қойған екен ғой, сол нәрседен. Бәрі бір нәрседен өтіп қойған. Ана бір заттар бөлек емес. Сен сезінетін нәрсені сезіп тастаған деймін да, сезіп тастағандар көп қой. Соны айтсам да. Ана, мысалы, адамның ішкі нәрсесі ғой ол ше. Мына кітаптың жақсы жері. Сен ғана сезініп атқан сияқты боласың ғой оны. Сөйтсең, бәрі сондай сезініп жүр. Өзіңді ерекше сезін. Бәрің бірдейсіңдер деген. Бәріміз бірдейміз. Негізі плюс-минус. Сол үшін неменеге біреуге бірдеңе дәлелдеп. Мен бірақ нәрсе істейтінім жаңағы
өзімнің сол Ұстап алсаңыз ба? ол мен түсіне ма түсінбей ма ше ана өзі белсенді жүрдік қой біздер ол кезде Хамеке, сіз түсінбейсіз. Мен білем ғой. белсенді өзімше жүрдік қой білем мен ше қайтып жүргенін сыртынан көрем өзімді мен барып ше Мен көріп жүрген кездері көрген. сөйтем да арт жақтан ше мына жерлерден салып жіберем да қойшы Болды ма? болды Қоймаса да ма? Нұржан, қоймаса да қойшы сендерге енді сендер ол кезде Алматыда да жоқсыздар ғой, біздер бірінші курспыз Алматыда. Хамекең бірінші еді, жайдарманға жиналасың ғой, бір редакторлық жұмыстарға. Хамекеңді сол жылдары ғой, Хамекеңнің жаңағы Белсенді. өз ұратын жылдары ғой Иә, өз ұратын жылдары ғой. өзі келіп ұратын жылдары Басын ұстап кіретін кезі ма? Енді жаяу келе Бірінші жатыр. көргенімде басын ұстап кіріп келеді. Келіп келатқан болса да Хамекең. Біреу ұрды жоқ қарсы біз жаяу келе жатырық та. Білмеймін, бір панама киіп алған бір. Остановканың жанынан өтіп бара жатырық та. Хамекең пальтоны бүйтіп Юсуф Мироғұл істейді ғой, бүйтіп бір сілкіп ше. Бүйтіп бір сілкіп автобустан түсті. ол кездерде бар ғой бәріміз автобуспен жүреміз Жоқ, сіздің ана бір жеке автобусыңыз. Қақ қара автобус. оны ше оны Қақ қара. Тажагор, Жоқ, автобус қақ қара ма? три семерки, хам. Тонировкасы бар да. Қақ қара автобустан. Рульден түсем. өзімді жығып бердім ау иә Анау Хамеке шыққан бойда ұру керек автобустан. Қойшы. оны сен қазір сөйтіп қабылдап отырсың ғой өзіңнің автобус сен ол кезде сол көрінісімен қабылдадың Хамит кетіп бара жатыр деп Хамеке сізді әлі ұру керек қой. Қойшы. Сояқтан Хамитті алдыртып па? Бүйтеді Хамекеңше, қазір Хамекеңше ана автобуста Хамит тұрады ғой. Артынша басқа Хамит келіп өзін ұрашы. Сен қойшы. Бір 50-дегі Хамиттар ма? Ол жалпы өмір бақи сен өзіңнен алдың бір 10 жылғы кездің барлығы бір-бірін ұрып жүретін. ана бір сөз бар ғой менде де ұрып өлтіретін адам жоқ деген же соған бар дейсің да өзің келіп тұрасың ғой бірақ 100-де болып 90-дағы ұрмай қою керек енді 90-дағы өзіңше 50-дегі мен келсем ұрады қазіргі кезімде 50-дегі мен келсем ол жалпы иә сондай сияқты ғой сені өлтіріп те қоюы мүмкін бірден ба или вообще өзгермеген по-братски араласса да болуы мүмкін по-братски араласып кетуі де мүмкін шағып жіберіп темекі шегіп ше өзімен осы бетіңнен қайтпа бетіңді осы айтып кетуі мүмкін сөйтіп Хамеке ойбай терлік. сол кезде оның аяғы ауыр екендігін кім Бексейіт білген де жоқ дейді жаңағы анау қағаз бірдеңе деп жүріп сөйтіп сол Өзінен ба? иә енді үйленген жоқ да иә сөйтіп үйленіп болып туады босанады ол баласының атын Бексейітке ұйқастырып Сейітжан деп қойдым дейді Мына қарасай қарасай міне кішкене ол Айгүл оның атын Бексейітке ұйқастырып қарасай оқысай Айгүл оның атын Бексейітке ұйқастырып Сейітжан қойған мен вообще түсіне алмадым ана ұйқастырып Сейітжан негізі ше ана автор әдейі жазған болуы мүмкін жоқ ана Сейіт тап тұр ғой бұл жерде Бексейітті де Жансейіт дегенде Бексейіт Жансейіт сөйтуге де болар еді ұйқастырып дегенде енді жалғастырып десе болады ше Бексейіт
бексеитке жалғастырып Бексейіттің сейітін алып десе. я сөйтіп ше Сейітжан деп қой. сөйтіп ол бала мамасының аты кім екен ол бала- ана қыздың аты кім Айгүл Айгүл. қыздың аты Айгүл, ана ұлдың аты Бексейіт. Бала сейітін алып ананың гүлін алып сейіткүл бала Айгүлге де Бексеитке де ұқсамады деді ғой түрі ше. Әні, осы ғой айтып отырмын. Сейітжанға Анау кім Бексейіт одан бетер жақтырмады деді ғой, қабылдамады баланы. баланы ма Сөйтіп қағаздарын жақындап кетсе, ара алшы мына баланы деп. Ана бала сәл жыласа, Айгүл оны кәдімгі ананың жұмысына кедергі жасамасын, ғылым жазуына кедергі жасамасын, Айгүлдің азынан кешке дейін далада жүрген кездері болды деді ғой. Терезеден бет қарап кетіп, анан қалай бет қарап кетіп, ұйықтаған кезде ғана келіп жатқызады да, сол кезде ғана тамақ істеуге кіріседі дейді. Ана бала ойнап келіп қасына жақындаса, анау кет деп. Қамеке анау жыласа да жақтырмай ма бала? Жыласа да жақтырмайды. Құртшы мынаны аузын жапшы деп. Сөйтіп бір күні бір сәл көңілді келді деді, жаңағыдай бір қорғап жүрген диссертациясын біреуіне стипендия түсті деді ғой. Сол кезде ғана сәл бір неғып қалды дейді. Негізі Бексейіт білетін дейді, тура әкесінің өзі еді дейді ол, Бексейіттің әкесінің. Жұрттардың айтуы бойынша тура мұрнына қоң қойып, рең басы сап сары болып, құлағы қалқып, тура сол әкесін көргендей болады ғой. Екеуі де жетім ғой, Бексейітте. Ертерек кетіп қалғанда енді өмірден әке-шешелері. Сөйтіп жүргенде Москваға баратын болады. Москваға атасына тартқан ба Бексейіттің атасына тартып тұрды. Оны Бексейіт білсе де айтпады дейді да, кімге тартқан мынау дегенмен ғана шектелді деді. Әдейіше анаяққа тиістіріп. Қайға? Қатынына тиістірген сияқты, кімге тартып кеткен мынау деген сияқты ше. өзі жалпы мінезі бір түрлі адам иә, сондай адам мінезі. Қамеке андай әкесіне деген жек көрініш бар ма әлде? бар шығар. Ана баласы ұқсап кеткеніне Әйтсе қуанасың. соған нақ тұрған жоқ па? Жоқ, ондай болмады меніңше. Өз бала сәл бір беткей болып өскен сияқты негізі. Әкесінде естігенін айтты, әкесін көзбен көрмеген, естігенде тура сол әкесін көргендей болады, тура сол мұрны мынандай еді, несі мынандай талтақтығы бәрі сол. Бәрі келеді әкесіне. Москвада жүрген кезде Әкесін тұруынша емес болса. анау Аузына үйсіпсілге алып жүреді. қараңыз, стипендия жетпейтін еді дейді да, стипендия жетпейтін еді, оны Айгүл айтқан емес дейді. Бексейіт анау алаңдатпайын деп ше, өзі мынау неге көшелерге жұмысқа шығып, әйтеуір фабрикаға барып ақша тауып, Анау өзімен өзі қиялданып ғылым қуып жүр. Оқып жүр. Балаға да қарамай. Өз Мына жақта әйелі реттеп жатыр барынша. айтпайды, бірақ соны Үндемейді. біреуін де айтпайды. Айгүл. Баланы да бағып келеді далаға шығып, жыламасын. бір сондай адамдарға бір жақсы әйел бола қалады иә Ол докторантура дейтін бір-ақ рет баратын еді универге, иә? Сосын жоқ болып кететін еді ғой. Рең басы сұлу. Сөйтіп неге Москваға бараттан, Москваға оқып келіп, ол профессорлықты қорғап өтіп кетеді ғой. Сөйтіп сол күні жуатын күні барлығы не қылады тағын жиналады. Сол кезде Москвада жуып жатыр ма? жоқ, Алматыда. Келді. Үлкен отырыс болады, сөйтіп отырыстан шыққан екен, Айгүлді жаман ұрсады ғой жаңа Бексейіт ше. Мас па? Жоқ, сау, немене біле, үстіңе не киіп ағасың, шашыңа қарамайсың ба, пышақпен билканы қалай ұстайсың, пышақты оң қолға сен менің ортамнан емессің ғой. иә, сол ғой, иә, сана биігі жоқ болып тұр ғой. Өсіп кетті ғой, негізі типа, өзінде бала. жоқ болып тұр да сол. ананы неге кеп қалған ғой басынан мына жерден ұратын жерге Дәл ғой, дәл. иә, серігі соған кеп қалған ғой пышақты оң қолмен ұстайды ғой адам, вилканы сол қолмен ұстайды. Осыған дейін Айгүл соның ешқайсысына үндемейді ғой, шынымен ақ жіберіп қойған екен ғой дейді да. Ол сол күні ертесінен бастап сорлы, әйтеуір жұмыс істеп көйлек алып, өзіне қарап, вообще сұлу болып кетті дейді ол. Сөйтіп жүрген күндерде жаңағыда ақша жетпейді дейді, оны айтпайды дейді тағы да кімге ше, Бексейітке. Сөйтіп қалада жұмыс істеп жүрген кезде туз бар ғой, қабетін мысалы соның алдында туз дей салдым ба, тузбен алдында Бексейітті бір кәдімгі анандай бітімі бөлек не болып бара жатыр ойбай көке не болып баратсыз Қамеке кино сол жақта Бексейіт кетіп барады ма иә қолтықтасып киноға кіріп барады. жаңағы кетті уже нормально. Бітімі бөлек деп тұр ғой енді. Басқа қызбен кетіп баратқанын көреді Бексейіттің кинотеатрға. Сол туздың алдында деп айтады, Қазақ киноға деп айтады, киноны сол жерде көрсетті ме екен алдында. Қазақ қыз ба, орыс қыз ба? Қазақ, жаңағы Гүлжихан ғой ана неде екеуіміз. Гүлжиханның өзі ма? Иә, сол неде ұрысатын екеуі соңында. Сөйтіп анау үйге келеді да, кім көңіл күйі болмайды, тамақ жеп отқан кезде айтады ғой, кім Айгүл, кино қалай болды дейді ғой. Сол кезде жұқ еткізіп қарайды ғой. кино қалай болды дейді оннан он десе өте әдемі түсірген актерлар қарайды анаған. Адамды аңдып жүр екенсің ғой сен.
деп бастайды. ойбай өзің бекітіп Айтпа, Айгүлдің өзі кінәлі болып қалды деді ғой соңында ше. Ол ана не ғой, атака ғой. Иә. абьюзер. Манипуляция Жоқ, дейтін ба сондай. манипулятор. Сөйтіп анау Ең мықты Айгүл қорғаныс өзі кінәлі болып қалды соңында. атака. Өзі кінәлі болып қалды дейді. Аңдығаннан. Аңдып жүрген әйел болып қалды деді ғой анау сүйерде. Әйтпесе ол вообще басқа тірлікпен Сол жүреді. Асығып ана аңдып жүрген жаман әйел сияқты болып қалған. сорлы біреу болып қалды. Көрсетіп тастаған ба сөйтіп. сонымен Бексейіт сол жерде ұрсып шығып кетті деді. Ертесіне ол сол күні сразу көзі көгеріп келді деді ғой. Өйткені сол жерде анау Бексейттің ба? ана кинодан шығып Өз-өзін ұрған ғой. иә сол ғой кинодан шығып екеуі қызбен кетіп бара жатқан кезде артынан Эрик деген әйтеуір атын сөйледің ақ қой Гүлжихан қойшы Эрик деген жерден ше қажет емес Эрик деген жерден анау сәл бер жақта күтіп тұрады Бексейіт ше. Бексейіт ана екеуінің ана келіп артынан келіп Ананың жігіті келіп қала ма? бір жігіт Қызды, иә? Гүлжиханның. қызбен кетіп барады, қызды жігіт келіп артынан тоқтатып алады, Бексейіт күтіп тұрады екеуі. Ана екеуі бірдеңе ана құшақтамақшы болады Бексейіт. бұрынғы жігіт ма бірдеңе ғой. Эрик деп. Сөйтіп мына болмай кетсе Бексейіт барады ғой, не болып жатыр деген кезде пақ еткіз бір талып қалады сол жерде ше. Сөйтіп барып Бексейіт па? Иә, көзін ашса Гүлжиханның алдында отыр екен дейді, құшақтап, бүйтіп сүйіп, көзіңді ашшы. Эрик кетті. Ең бастысы енді қайтып келмейді. Ол ақымды алдым сенен деп кетті. Болды енді құтылдық одан деп ше. Сөйтіп қуанып отыр екен сол. Сөйтіп ана көзіңнен не қылған дейді, ол көзін жауап бермейді. Ау, еще черт. Сөйтіп анау Айгүл сұрайды ғой, көзіңе не қылған дейді, оны да айтпайды дұрыстап. Сонан ертесіне қайтып жұмысқа кетеді, ана мына адамдардың несіне араласпа бірдеңе. Эрик ұрды ма десе де әйелі. Оны да аңдыған. Сөйтіп ертесіне үйіне келсе кім жоқ, Айгүл жоқ. Сол. Айгүл жоқ, баласын алып кетіп қалған. Ана недегідей кетіп қалыпты ғой, иә. Шынарымен Шырайымдағыдай. Шынарымда әйтеуір ол бақытын көрсетеді ғой соңында. Ана кімді табады ғой. Кетіп қалған жерін айтып отырмын. Мынау қалай болды екен? Жоқ, енді кетіп қалған жерін айтып отырмын. бұл баратта бар ма ары қарай бар екен? бұл баратта 2 күннен кейін дейді ғой, 2 күннен кейін дейді. Айгүл кетіп қалған екен, 2 күннен кейін сол жерде ұжымдастарын шақырып, кіммен жаңа Гүлжиханмен үйлену тойын жасап жібереді. 2 күнде ма? Жаман жыным келді менше. Сонда бұрын андай болмаған ба не? Хамеке мысалы үйленгеннен кейін заңды түрде ажырасып, сосын барып үйленеді ғой адам. Айтпашы, Айгүл айтады ғой. Үйде келіншегімен балаң күтіп отыр, сен жүрсің анау деген кезде немен дәлелдейсің? Келіншегім екеніңді, екеуміздің неке кітапшамыз да жоқ қой дейді. Үйленбеген ғой. Заңды түрде үйленбеген екен ғой. Ишак екен ғой. Заңды түрде әшейін келе саған екен ғой үйленіп ше. Заңды түрде үйленбеген. Айтып отыр басынан бір түрлі басталды. Мен жыным келіп кетті анаған ше. Сонымен 2 күннен кейін үйленеді. Ол ана кейін ауылына Гүлжихан біле ма негізі әйел бала шағасы бар екен? Гүлжихан білетін сияқты. Біледі ғой. Ол оның алдында да өзінен қаншама жас үлкен біреумен әйелі болған екен ол. Эрикпен жүрмей жатып. Ол да сау сиырдың боғы емес дейсіз ғой. Сонымен сау сиырдың тезегі емес. Еще ол сау сиырдың боғы болмағаннан бұрын сау сиыр сау шөп те жемеген болып тұр ғой. Сөйтіп анау ағасынан хат келеді ғой, баяғы камазист ағасынан ше. Кімге? Енді ол профессор болып кеткен. Бір камаз хат келді ма? Кімге ше? Жазған ба? Толған соң апарам. Келіп үйінің алдына келіп төк кеткен. Жаңа хат па басындағы? Жоқ, соңында ағаш жазып бүйтіп аса жаннан артық көретін құрметті бітірген кезде жалғасы. Ғизатты жерлесіміз профессор Атаханов Жолдас деп бастайды. Профессор болып кеткенде енді сөйтіп бастайды да. Бексейіт Атаханов. Иә. Бұл неге құрметлі өзбекше жазып отыр ма? Енді құрметлі, ғизатлы деген өзбекше емес, ал түркі тілдері ғой, білем. Абайды оқығандар, Шәкәрімді оқығандар түсінеді. Сөйтіп анау несі жақсылық көрсең ғибратлы, жамандық көрсең нафратлы деген сияқты нәрселер. Нафратлы. Сола нафратлы деген. Айтады, әйеліңіз сіз хат жазған екен. Кім ше? Бексейіт жазған екен. Сіздің хатыңызды алып қуанып қалдық. Айгүл ауылға келіп жүрді да өзіне кеткенге дейін ешкімді қасына жақындатқан жоқ, бірақ өзіне қатты қарап өтті дейді. Таптаза сабаққа, білімге қатты көңіл бөлді дейді. Келген екен, бірақ сізді күтті көп, қатты жақсы көрді, сізді ешқашан несінен шығарған емес дейді. Кейін жатырынан жаман ауру болып өмірден өтті деп айтты. Жазады, қайтыс болады, рак болып ше. Одан қалған бала жаңағы кім?
ол үлкен азамат болды дейді, қазір тракторист болып жұмыс істейді, құлағы сәл естімейді дейді. Сондай бір несі бар дейді. Солай жауап жазып жібереді Бексейіт. Осыны оқыған кезде де бір жылап жасқан несі жоқ ше. Қалай жылайтын еді Қатты деп оқыса. өкініп Өрлей беріңіз, өсей беріңіз. 1970 жылы жазылған екен мынау хат ше. Осылай бітеді соның хатымен. Айгүл өмірден өтіп кетті. Бұл жаңағына жатыр ауруына да сол іш құсалығы апарды деп ойлаймын. Өз әйелдердің көп қатты қапа болған кезде сол жақтардан басталады екен ғой. уайым анау Қамеке өзін бағалайтын адамнан айырылып қалып, өзін мүлдем бағаламайтын адаммен жүр ғой қазір. Басындағы ұрысты айтып отыр. Енді қараңыз, сонымен жүрді, бірақ соның өзінде де ол түсініп тұрған жоқ сияқты әлі де. Әлі де ма? Түсіну кеш емес па өйткені? Болды ғой. Жоқ, анау Бағана сіз айттыңыз ғой, бүйтіп сен докторым бірдеңе ойланып қалып кетеді дедіңіз ғой. Ол ойлануы сол сияқты ғой, егер мен Айгүлмен қалсам деген сияқты. Атқа қайтара алмаймыз деп тұр ғой. Дәурендерім деп айтқандығы сол болды ғой оны. Мен дұрыс өмір сүрдім ба деп айтады дедіңіз ғой. Иә, мен соны әкеп тұр. Иә, ол түсінді. Бірақ қандай да білдіргісі келмеді. Жаңағы ғой сен жеңілгісі келмей тұр ғой. Білімің осы үшін оқисың деген әңгімеде жатыр ғой оның бәрі, тәкаппарлығында. Өзің сүрген өмірді өкінбестей қылып өткізу керек дегенде бұл өкініп тұрған адамның кейпінде айтты ғой ол сөзді. Ол сөзді өкінбеген адам есіне келмейді деп ойлаймын. Бұл сөз ше өкінбейтін адамның есіне келмейді да, өкінген адамның есіне келеді осындай сөздер. Басында жаңағы сол кімнен бірінші әйелінен жаңа айырылғанын соны түсініп айтып тұр деп отырсыздар ма? Өйткені мен өмірді дұрыс сүрдім ба деп ойлап отырмын. Жоқ, өзің ғана өзінің кемшілігін. Өзінше, өзі айтады ғой басында ұрысқан кезде. Басында ол солай. Бірақ қатты өкініп өксіп жатқан оны байқамадым мен өз басым. Ол сол әйелін жаңа бірінші әйелінен айырылып, сол үшін айтып жатыр деп ойлап. 60-ға келіп түсінді деп ойлаймын. Жаңағы ұрыста. Мен ол үшін айтып жатқан жоқ сияқты ма оны? Иә, ол әлі де сол профессорлық мен соны не істеп тұрмын ше. Әлі де сол өзінің саласында ше. Қап қойды ма? Бір нені дұрыс істедім. Мен бұл кітаптың ішінен ол Бексейітті көрген жоқпын. Өйткені ол көзге ілінетін адам емес екен. Бұл жерде мен Айгүлді көрдім. Оның тереңдігі қандай жағдай болса да күйеуін оны ойлап жүрмеген күйеуіне Москвада жүрген кезде де ақша сап тұрады ғой бұл. Әр жерде жұмыс істеп, фабрикада бірдеңеде. Қолдаудың қадірі жоқ қой. Иә, ақша сап тұрады да сөйтіп енді оның жауабы жаңағы болады ғой, не отырыс мынау деп. Өзі істеп алмай ма? Соны ақшамен мысалы. Маған не алды дейсің? Әдемі көйлек әперіп қой. Еркек өзі істейтін гүл ғой, әйел деген дұрыс па? Өзің әперіп қой, әдемі жерге киіндір. Жаңағыдай әдемі ортада мүмкіндік жаратып бер, өзі істейді соны. Мейрамханаға апар ұстап үйренеді сол көзде жаңағы. Иә, ол ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Анандай жағдайлардың біреуін білген жоқ деді ғой. Бексейітке ана Москвадағы ақша сап тұрып біреуін айтқан жоқ деді. Қамеке, мен сіздің бағанағы сөзіңізді түсіндім. Мен үшін білімді адам деген ол басқа адам деген. Сол күйі білмей кеткен ғой, иә. Әдем айттыңыз. Ол тек кітаптарды оқып алған адам ғой. Иә. Мұхтар Мағауин қара қыз шығармасы құрметті көрмеймін. Мынаны оқу керек міндетті түрде. Керемет. Маған қатты ұнады. Саған ше? Иә, маған өте күшті. Жоқ, маған қатты ұнады бұл. Оқысаң бұл күшті әсер қалдырады өзіңді. Бәндегі әңгіме ғой, кімге ренжіп жүрмін? Арамызда енді Қамеке, Нұржан ғана үйленбеген ғой. Нұржан ғана үйленбеген, сондықтан да Нұржан қара қыздарды жіберіп алмау өмірінде. Нұржанға үшеуміз айтайық. Бексейіт болып кетті. Былай қарай бұрылып ше, айналайын. Ақыл айтайық. Қолда бардың қадірі жоқ. Жоқ, өзі бір рет кездеседі осындай қыз ше. Бір-ақ рет кездеседі. Оны сен жүрегіңмен сезесің. Жаңағыдай нараңнан ұратындай состояниеде жүресің. 2 рет. Тәртіп жіберетін. Күшті Қамеке, рахмет көп. Байқа. Отбасы. Шығарманы негізі. Меніңше қараңыз. Бұрын жұмыс, карьера деп жүріп, отбасы құндылығын түсіне алмай қалды ғой. Айгүл бірақ түсінді да сонша. Айгүл түсініп, сонда да жазғырмай жүріп өмірден өтіп кетті да. Ал мынау ғылым деп қалды, бір далбаса өмірде бір 40-дағы қатымен бір үйде қалды. Бала жоқ, басқа жоқ. Профессор деген аты ғана деді ғой, әйел айтты. Абыройы да жоқ қой. Әйел айтты ғой, аты ғана деді ғой, соған ғана жүрсің сен деді. Иә, жаңа. Сол атымен ғана қалды. Негізі мықты әдемі шығарма.
зор шығарма. Зор шығарма. Енді мысалы жаңағы қазіргі таңда да актуальдығын жоғалтпаған шығарма деп айтуға да болады. Басында тыңдадық қой жаңағы әңгімелерді. Екеуінің ұрысы. Соның барлығын қазір енді түсініп жатырмық та. Хамеке, хатты басындағы хатты кім жазды? Москвада жүргенде Айгүл жазған. Айгүлдің хаты ма? М. Бекесі. Иә. Ол мына қазіргі Жақсы мынау кәдімгі андай да. Әшейін бүйтіп бір жолмен жазылып қойыла салмағанда ол кәдімгі боевик кинолар сияқты бір басқаша басталып, басқа жақтан бүйтіп. Қымбатты көрермен, қымбатты күшті арнамыздың көрермендері, Мұхтар Мағауин қара қыз міндетті түрде сілтемесі астында міндетті түрде болады. Кіріңіздер, көріңіздер, алыңыздар, оқыңыздар. Хамеке, күшті, өте күшті шығарма болды. Қара қыздың қадірін біліңдер десеңші. Қара қыздың қадірін біліңіздер. Иә, Асан Пердешевтің әні дәл келді басындағы. Еркелетушем қара қызым деп. Оның сөз жерін ғана біледі екен. Ол еркелетушем қара қызым деп. Мына вообще еркелетпеген ғой. Вообще еркелетпеген. Иә. Бұл мен ойлаймын нәпсі қызуымен ғана жүрді аудақ қалды ма бір кездер ше. Сол. Иә. Ол на принципке тұққан бір. Қыздар тезек термеңдер. Рахмет көп шығарма ұнады ғой жігіттер. Күшті. Хамеке, рахмет көп. Қара қыздың қадірін біліңдер десең. Иә. Мұхтар Мағауин қара қыз шығармасы. Қош сол саламатыңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Бексейіттікі дұрыс па, әлде Хамекеңдікі дұрыс па? Бексейіттікі дұрыс. Мен қайсысы деп қалдым. Или автобустан түскен Хамекеңдікі дұрыс па?